2010 жылы индонезиялық 2 жасар баланың темекі тартып тұрған видеосы желіде кең таралып, талқыға салынған болатын. Альди Ризал есімді бұл бала 2 жасынан бастап күніне 40 тал темекі тартқан. Оның отбасы Суматра аралында тұрады. Бір таңқаларлығы, оның ата-анасы да, ауыл тұрғындары да кішкентай баланың темекі тартқан әбес санамайды. Ал анасы баласының темекі тартпаса бас айналып ауыратынын, ашуға бой алдыратынын айтқан. Индонезиядағы балалардың құқығын қорғау ұйымының өкілі Альдидің өз айналасындағылардың құрбанына айналғанын жеткізген. Бұл қоғамда адамдар бұрыннан шылым шегеді. Олар мұны еш зияны жоқ әдетке балайды. Баланы мұндай тәуелділіктен арылту қажет деген еді олар. Жалпы, жылына темекі тартушылықтың салдарынан болатын түрлі аурулардан жер шарында 6 миллион адам қайтыс болады екен. Оның 600 мыңы балалар мен жас өспірімдер. Шынына келсек, темекі жаппай жою қаруына айналып келеді. Темекі түтінінде адам денсаулығына өте қауіпті 4000-ға жуық химиялық заттар бар. Темекі түтінін жұту арқылы денсаулығыңызға орасан зор зиян тигізіп жатқаныңызды есте сақтаңыз. Иммундық және дем алу жүйеңізді бұзады. Жүрек қан тамырлары ауруына шалдығасыз. Ең қауіптісі рак ауруына тап болуыңыз мүмкін. Альдидің оқиғасына оралатын болсақ, бұл баланы барлық әлем көргеннен кейін ел үкіметі балалардың шылым шегуін тоқтату мақсатында түрлі компаниялар ұйымдастыруды қолға алды. Ал Альдидің өзі оңалту орталығына жатқызылды. Ересектерге арналған ем-дом 2 жастағы балаға жарамайтындықтан дәрігерлер оның назарын басқа нәрсеге аударудың жөн көрді. Соңында Альди шылымынан бас тартып, шектен тыс көп тамақ жетін болған. Әсіресе құрамында қанты көп тәтті тағамдарға өстенген. Сөйтіп 6 жасында семіздік ауруына ұшырайды. Ата-анасы енді диетологтарға жүруге мәжбүр болды. 2 жыл дегенде ол қолына не түссе соны жейтін әдетін доғарып, дұрыс тамақтануға үйренді. Қазір ол қатарластарына қалмай өсіп келеді. Достар, бұл зиянды әдеттен аулақ болыңыздар, себебі оның сіздің денсаулығыңызға әкелетін зардабы орасан зор. Естеріңізде болсын, бұл әдеттен арылу өте қиын.